Достар, мен Қуаныш Шонбайдың екінші болма кітабынан бірнеше пайдалы инсайттар алдым, және де кейбіреулерін өмірімде де қолданып көрдім. Солар жайлы, нәтижелері жайында бүгінгі тақырыпта айтатын болам. Ал бірінші, неліктен осы кітапты таңдағанымды айтқым келіп тұр. Бірде-бір танысым айтып жатыр да, мен Қуаныш Шонбайдың екінші болма деген кітабын оқыдым дейді. Бірақ ішіндегі айтылғанның бәрін мен біледі екенмін. Ешқандай қызық жоқ, жаңалық жоқ деді. Соны естіген кезде мен іштей мырс етіп күлдім да, мықты болсаң неғып Қуаныш Шонбай болмайсың, өміріңде аварияларың толып жатыр ғой деп іштей ойладым. Яғни мен ол жағдайда жоғарыдан қарап тұрмын, тәкаппарлықпен қарап тұрмын да. Енді дәл сол ситуацияны мен қазір айнала сенің айнаң деген принциппен қарайтын болсам, ол кітапты мен оқымаппын да. Не үшін оқымадым деп енді өзіме сұрақ қойсам, Қуаныш Шонбайды білемін ғой, оның подкасттарын көріп жүрмін, инстаграмын көріп жүрмін, не айтатынын білем, оқығаннан не пайда деген принциппен оқымағанмын да. Яғни анау танысым оқып қайта амал жасаған, ал мен оны да жасамағанмын да. Сонда менің авариям оныкінен де үлкен болып тұр да. Осындай түсінікке келдім, осындай қорытынды алдым, осындай сабақ алдым. Енді оны жай ғана түсініп қана қоя салмай, тағы да бір амал әрекетке көшейін деп, сол кітапты алып, қазір оқып жатырмын. Оқып қана қоймай, ішінде өзіме ұнаған нәрселерді қолданып көріп жатырмын. Бұйыртса, кітаптың қорытындысымен, нәтижелерімен бөлісетін боламын. Сонымен кітаптан бірінші түйген нәрсем, алғашқы беттерінде жазылғандай-ақ, Қуаныш Шонбай өзінің хит 10 ресторанына жеткеннен кейін күйзеліске ұшырапты. Ойлаңызшы, арманыңызға жетесіз, бірақ оған қуана алмайсыз, керісінше нашар сезінесіз өзіңізді. Бұны психологияда Мартин Иден синдромы деп атайды екен да. Және бұның маған әсер еткен себебі өзімнің де басынан кешіргенім да. Яғни өзім үшін бір үлкен бір арман мақсатым болады, оған жетесің. Жеткеннен кейін бір фонтан эмоция болады деп ойлайсың, бірақ бос кеңістікке тап болғандай боласың да. Тағы да солай, тағы да солай. Және де оны тек өзімнен емес, айналамдағы адамдардан да байқағам. Біреу Американы соншалықты арман қылады, біреу үйге жетуді, біреу Бурабайға баруды деген сияқты. Бірақ нәтижесінде оған қуана алмайды. Және де ең қызығы, соған жетуге ең көп күшін жұмсаған адам соған арманына жеткен кезде өзін тастап қойып жатады екен да. Бұны әлемдік аренадан да көруімізге болады, себебі қаншама адам бүкіл әлемді мойындатады, сөйтеді да өзі ішімдікке салынып кетеді, нашақорлыққа салынып кетеді, даже өз-өзіне қол жұмсап жүретіндер де бар. Оны оқып зерттесеңіз ондай көп мысалдар бар екенін білесіз. Оның себебі біз арман мақсатты да дұрыс қоя алмайды екенбіз. Яғни бұл кітапта жазылған, қайтадан арман мақсаттар қойып, қайтадан қанаттанғандай болып деген сияқты жазылған, бірақ бұл жерде арман мақсатты қою толықтай ашылмаған сияқты. Бірақ менің есіме қайтадан сол нәрсені салды. Біз егер дұрыс ниетпен, дұрыс арман мақсатты қойып, бұл өмірдің шекарасынан шығып кететіндей қойып, оған әрбір мақсатымыз сол үлкен ірі мақсатқа жеткізетін бір баспалдақтар секілді деген сияқты, бұның бір өмір бойы шыңдайтын бір нәрсенің бір екенін тағы да бір есіме түсірді. Кітаптан түйген келесі бір нәрсем былай дейді: егер де сен бір нәрсені жасауға қанағаттансаң, сен онда кешіктің дейді. Яғни бұл әсіресе мен сияқты алтын белгі перфекционистерге арналады да. Біз бір идеальный сәтті күтіп жүреміз. Бәрі дайын болу керек, бәрі жоғары дәрежеде болу керек. Әйтпесе біз жасамаймыз да. Ал біз сөйтіп жүрген кезімізде ол нәрсе ешкімге керек емес болып қалады. Болмаса көз алдымызда біреу сол нәрсені жасап жатады да. Сізде де сондай болған шығар. Басыңызға бір идея келді, әне жасайын, міне жасайын, анадайын болсын, мынадайын болсын, анандай диплом керек, мынандай диплом керек деп жүрген кезіңізде көз алдыңызда соны біреу жасап, сонымен дамып жатқан қалай көрген шығарсыз. Міне сондықтан да қорытынды. Егер сен бір нәрсені ойласаң, бір нәрсе қолынан келсе, соны жасау үшін, біреуге ұсыну үшін бәрі идеальный болғанын күтпей, ең алғашқыда -3-ке болса да жасауға өз-өзіңе рұқсат беру керек екенсің да. Сосын бірте-бірте
күшейтесің, дамытасың, 4-ке жасайсың, 5-ке жасайсың дегендей. Міне мен де қазір басында қатты қысылып, қатты қашқақтап жүретінмін. Мысалы, өзім 5 жыл сферада жүргендіктен авиацияға келген кісілерге консультация беруді бастадым, ақылы түрде. Және де авиациялық ағылшын тілінен тесттен өтуге өзімнің әріптестеріме көмектесе бастадым. Бәрі идеально дайын емес, бірақ мен жасап жатырмын, бастап жатырмын. Өз-өзіме сондай рұқсат бердім. Бірте-бірте жасап көріп жатырмын. Не болатынын уақыт көрсетеді. Сіз де сол сияқты қолыңыздан бір нәрсе келетін болса, бастай беріңіз. Start now, optimize later деген сөз бар екен да. Қазір баста, кейін жақсартып аласың дегендей. Сондықтан да ойлап жүрген ісіңізді өмірге әкелуге сізге сәттілік тілеймін. Бұл кітапта келесі маған бір шапалақ болып тиген нәрсе, бірақ мен оны қазір орындап кете алмай жүрмін да. Ол былай дейді: сенің түрің, келбетің, киімің, жүріс-тұрысың барлығы әдем болу тиіс дейді да. Сен қазіргі жағдайыңа емес, болашақ статусыңа қарай кейін жүріп тұр деген әңгіме ақылда. Бұны білмеймін, мен дәл қазір жасап кете алмайтын. Себебі мына қараңыз, мен білем, менен табысы бірнеше аз адамдарды білем, шаштарын барбершоп қалдырады. Болмаса бір бутиктерден барып киінеді. Ал мен болсам, кеше футболға кидім, жуып алып, бүгін үйге де киіп жүре беремін да. Осы мен видеода түсіре беремін. Анау next time жүргеніме жарты жылдан кейін ауыстырамын деген 2 жыл болды. Өзімді ақтап қоям, маңызды істер жасап жатырмын, инвестициялар жасап жатырмын деген сияқты ақтап қоям да, өзіме киімме, түр жасауға көңіл бөле алмай жүрмін. Бұл негізі Дональд Трамп дегендер де осы ақылды айтады екен да, бірақ менің қолымнан әзір келмей тұрған нәрсе. Қалай ойлайсыз? Мен үшін осыны жасау маңызды ма? Бұл кітаптан алған келесі бір қызықты нәрсе, ішкі комплекс жеңіс үшін таптырмас қазына дейді. Менің қолымнан түк келмейді деген нәрсені тек қана өзің білесің дейді да. Мысалдарды өлтіреді ғой Қуаныш Шонбай. Мысалы, мен Цонға барсам, Қуаныш Шонбайдың қолынан түк келмейді деген справка бермейді дейді да. Оны біз өз басымызда ғана тұр дейді. Және де оны алып тастайтын да өзіміз дейді да. Шынымен де кейде бір мәселемен кездескен кезде одан қашамыз да. Одан былай қашамыз, бірақ керісінше сол қорқынышымызға қарай барсақ, соны жеңіп, кейін сол минусымызды үлкен плюсқа айналдырып алған мүмкіндігіміз бар екен да. Мысалы, белгілі бір кездер болған, көптің алдында сөйлей алмаймын, телефонға сөйлей алмаймын, өз даусымнан қорқамын деген сияқты. Ал бірте-бірте сол қорқынышты жеңе бастағаннан кейін, маған сол пайда келеді екен да. Опа деп ойланып қаласың. Болмаса мен кезінде 20 жыл бойы ағылшын деген нәрседен қашып жүрген болатынмын. Бірақ кейін соны қолға алып, іске асырып, нәтиже алғаннан кейін, ол маған көптеген тағы да пайдалар әкеліп жатыр да. Сол сияқты сізде қандай қазір қиындықтар, проблемалар бар? Бұны тағы бір автор былай айтады да: сен өз өміріңде кездескен бір проблемаларды шешуің, ол саморазвитие, өзіңді дамыту дейді да. Ал біреулерге сол проблеманы шешуге көмектесуің, ол уже бизнес дейді да. Көрдіңіз бе? Сіздің қазір проблема деп жүрген нәрсеңіз сізге кейін мол табысқа, қуанышқа, атақ даңққа әкелетін нәрсе болуы мүмкін. Бұл кітаптан түйген тағы бір нәрсем, Қуаныш Шонбай былай дейді: мен ешқашан сылтау айтпаймын, сені де солай істеуге шақырамын дейді да. Шынымен де мен осы сылтау айтпауға соңғы бірнеше айлар, жылдар тырысып жүрмін. Және де бұрыннан бір 10 есе аз сылтау айтатын болдым да. Және де қазір сылтау айтқыштарды көрген кезде кәдімгідей көзге ұрып тұрады, құлағыңды жырып тұрады да солардың әңгімесі. Қарайсың да таңғаласың, қалай үстіп сылтау айтып жүре беруге болады, ананы мынаны кінәлап, ананы сылтау айтып.
өзін дамытпауға күшті бір нәрсе да ол. Ал негізінде мен не істей аламын деуіміз керек та. Мен не істей аламын? Біреулер айтады, менің бала шағам бар, сол үшін мен бай болмай жатырмын деп. Сол үшін мен саяхаттамай жатырмын деп. Жоқ, керісінше айту керек қой. Керісінше соны мотивация қылу керек. Менің әйел бала шағам бар, сондықтан да мен көп табыс табуым керекпін. Менің бала шағам бар, мен сондықтан да көп саяхаттауым керекпін, олардың ой өрісін дамыту керекпін. Мен денсаулығым жоқ, сондықтан да мен спортпен шұғылдану керекпін. Маған оқыған ұнамайды, сондықтан да мен білім алып дамуым керекпін деген сияқты керісінше соны мотивация қылып алуымыз керек екен да. Мен не істей алам деп айтқан кезде сылтау айтпай, мен не істей алам деген кезде ғана біз дами түседі екенбіз. Кітаптан түйген келесі нәрсем, біздің бойымыздағы жаман қасиеттерден арылудың ең негізгі құралының бірі ол мойындау екен. Джим Коллинз деген автор өзінің от хорошего к лучшему, как одни компании делают прорыв, а другие нет деген сияқты кітабында 39 бетті осы мойындау тақырыбына арнаған екен. Және де бір Сырымбет Тау мырзаның бір жапондықтардың 3 мойындауын айтып еді. Яғни бірінші мойындау, екінші дүниежүзілік соғыста жеңілгеннен кейін ол өздерінің әлсіздіктерін мойындайды, одан кейін үлкен прогрестер жасайды. Екіншісі тағы 70-ші жылдары мойындайды да тағы да үлкен прогресс жасап, Toyota Camry бір нәрселер шығып кетеді. Және де соңғысы осы карантинге байланысты Олимпиаданы бір жылға кешігеді ғой. Сол кезде мемлекет өздерінің әлсіздіктерін мойындапты. Сол кезде енді басқалар айтқан ғой, жоқ, ол сендердің кінәларың емес, бүкіл әлем тоқтап қалды деген кезде, бүкіл әлем бізге қарасын, біз оларға қарамауымыз керек. Бұл біздің әлсіздігіміз деп мойындапты да. Яғни енді Жапонияны тағы да бір үлкен бір серпіліс күтіп тұр деп сенеміз. Сол сияқты біз де мұсылман ретінде Алла тағаланың алдында әлсіздігімізді сезінсек, сонда ғана біздің өміріміз жақсара түседі екен да. Сондықтан да мен бұл жақсы құрал болса, онда мен де мойындайыншы, менде қандай жаман қасиеттер бар, қандай әлсіздіктерім бар деп ойланып отырмын қазір. Не бар? Не маған кедергі болып жатыр? Сонымен менің мойындағым келіп тұрған бір нәрсе, мен нетворкинг дегенге мүлдем жоқ екенмін. Яғни әлеуметтік капитал дегенде ұғым бар екен. Ол тек қана банктегі есепшот емес, әлеуметтік капитал деген сен қандай және қанша адамды танисың, оның өзі бір күш болып, бір байлық болып саналады екен. Мен бір сондай бір байланыстарды іздеп таппақ түгілі бар таныс связьдармен айырылып қалады екенмін да мен. Оған көптеген мысалдар бар. Біреуін ғана айта кетейінші. Мен мысалы оқушы кезінде Бақтияр Артаевпен көрші тұрдым. Ортамызда бір 2 үй ғана болатын. Оның туған інісі Наурызбен күнде ойнайтынбыз. Бірнеше жыл бойы уақытымызды сөйтіп өткізетінбіз. Мен олардың үйінде жүремін, ол біздің үйінде келеді, қонақта келетін кездері болатын. Бірақ сол байланысты үзіп алдым. Қазір Бақтияр Артаев тұрмақ, оның інісіне, туған інісіне жазсам, жауап ала алмаймын да одан. Маған одан ештеңе керек емес, жай ғана сол кездерді еске алып, соны білгім келіп еді, бірақ маған жауап бермейді. Яғни байланыс үзілген. Сол сияқты қарапайым бір мысалы бір кластасым бар. Кластасым, көршім, ол мен туысым болып келеді екен да, яғни ру жағынан. Және сол жақсы араласып жүретінбіз. Бір кезде оны басқа бір пысық жігіттер ортамыздан жұлып әкетеді ғой. Ананың бізге уақыты жоқ болып қалды. Кейін біліп атсам, оның связьдары өте мықты екен. Оның таныстары өте күшті екен. Сондықтан да анау пысық жігіттер ананы біздің ортамыздан жұлып әкетіп тұр да. Яғни сол сияқты мысалдар көп. Осыны мен мойындауым керекпін. Яғни нетворкинг, адамдармен байланыс құру, біреуге пайда беру, біреумен жақсы байланыстар құра білу деген менде өте әлсіз екен. Және де оны шешу үшін, дұрыстау үшін не істеу керек екенін де білмеймін, бірақ сондай әлсіздігім бар екенін мойындаймын. Және де бір тағы мойындамасқа болмайтын бір нәрсе, мен сатуға мүлдем жоқ екенмін.
сатуға мүлдем жоқ екенмін. Яғни өзімнің білімімді, тәжірибемді, жұртқа берген пайдамды, шешіп беріп жатқан проблемаларымды мен ақшаға айналдыра алмайды екенмін да. Керек десеңіз мен сағаттап, апталап, айлап біреуге пайдам тигізіп жүремін, бірақ одан 1 теңге ақы сұрай алмаймын да. Ол негізі үлкен әлсіздік, себебі саудада береке бар деп дінде айтылған, бұл өмірде де күнде көретініміз әлемдегі ең бай адамдар сату мамандары екен. Яғни бұнда тағы да бір мен қынжылтатын нәрсе, өзім енді алтын белгі қызыл диплом болсын, сондайларды көп танимын. Өкінішке орай күнін әрең көріп жүргендерді білемін да. Болады себебі сату өнері жоқ, сата алмайды. Өзінің білім тәжірибесін деген секілді. Сондықтан да бұны қолға алмасам болмайды. Және де мен алғашқы қадамдарында жасап көріп жатырмын қазір. Мысалға деймін, мен авиацияға келуге қанша адамдарға септігімді тигізіп жатырмын. Және де тағы да бір авиациялық бір тесттерден өтуге көмегімді тигізіп жатырмын. Яғни авиацияда жоқ адамдарға да және авиацияның ішінде жүрген адамдарға да өзімнің бір мықты тұстарыммен пайдамды тигізіп жатырмын да, бірақ олардан әзірге 1 теңге де ала алмаймын. И қазір өз-өзімді миымды өзімді көндіріп жүрмін да, үйретіп жатырмын өз-өзімді. Біреулер бар, көріп жүрмін, айналамнан көріп жүрмін, пол жуушы, күзетші болу үшін де ақша беріп жұмысқа кіреді. Ал 200-300 мыңдық жұмыс үшін миллиондап пара береді да. Ал мен болсам, олардан әлдеқайда элитный, әлдеқайда көп ақша алатын жұмысқа адамдарды парасыз, өздерін өсітіп дамыту арқылы, бағыт бағдар беру арқылы соған жеткізуге көмектесе аламын, бірақ соған 5-10 мың теңгеде не үшін айта алмаймын деп ойланамын да. Және де сондықтан да алғашқы қадам бір болсын, бағалап көріңіздер. Қараңыз, менде бір уникальный опыт бар екен да, авиация сферасында. Мен бортсерік конкурсынан да өттім, ұшқыштың конкурсынан да өттім, авиадиспетчерінде конкурсынан өттім. 1 жыл оқыдым, 3 жыл жұмыс жасап жүрмін. Барлығы 5 жыл авиацияда опытым бар екен да. Және де мен жан-жақты зерттеп жүрмін да. Яғни мен 20 жыл опыты бар конкурстан өтудің не екенін ұмытып қалған да адам емеспін. Болса басымды енді сұғып, ненің не екенін білмей жүрген де адам емеспін. Мен нағыз пісіп тұрған шағындамын да, және де нәтижелер де бар. Сондықтан да мен сізді де, болмаса іні қарындасыңыз, бала шағаңыз үшін осы авиацияға алғашқы қадам жасауына өз көмегімді тигізе аламын. Егер сіз бортсерік, ұшқыш немесе авиадиспетчер болғыңыз келсе, комментарийға жазып, өзіңіздің номеріңізді қалдырып кетіңіз. Өзім жеке хабарласамын. Қалай кетті? Бола ма? Бұл кітапта қозғалған тағы бір маңызды мәселе, бұл әлемдегі 90% адамға қатысты екен да. Бұл өзінің сүйікті ісін табу жайлы. Яғни сүйікті істі табудың бірден-бір жолы ол іздену, әр нәрсені бір көру арқылы екен да. Мысалы, сіз бір алманың дәмін жемесеңіз білмейсіз ғой, сол сияқты не жұмыс ұнайды, ұнамайды, оны жасап көру керек екенбіз да. Әр нәрсені көру керек екенбіз. Бағымызды сынап дегендей. Бір орында отыра берсеңіз, сіз оны таба алмайсыз да. Мен де өзімді іздеп жүрген жандардың бірімін да. Анау істі көремін, мынау істі көремін. Біреу ұнайтын болып қалады, кейін ұнамайтын болып қалады деген сияқты. Мысалға, менің анашым 50 жасында өзіне тігін тігу ұнайтынын білді. Және де аз ақшаға болса да, елдің нервысына тиетін жұмысты рахаттана жасай біледі да. Мен соған көріп қуанам, ары қарай да сәттілік тілеймін. Және де тағы бір танысым мен арқылы көріп біліп естіп бортсеріктің конкурсынан өтті. Бірақ сөйтті да жұмыс жасамай қойды. Басқа қалаға көшу керек болып қалды. Жаңа бастапқыда беретін аз ақшасына, 200-300 мың ақшасына жұмыс істегісі келмеді. Сөйтті да тастады. Және де жақын арада шетелге барып келді, ол жұмысында ұнамайтынын біліп тастады. Не деймін? Молодец деймін. Себебі ол бір арман болып қалып кетпей, сол нәрселерді дәмін татып көрді, ары қарай да ізденіп жатыр.
Ал сіз де өз сүйікті ісіңізбен айналысып жүрсіз ба? Жоқ әлде ұнамайтын жерде бір орында әлі отырсыз ба? Түсінген және бір нәрсем кітап оқу жайында. Бернард Шоу деген бір кісіден сұрапты да, сіз бос уақытыңызда не істейсіз десе, анау мынау деп түрлі нәрсені айтқан екен, бірақ ішінде кітап оқу деген жоқ екен да. Сол кезде жаңағы интервьюші сұрапты да, сіз сонда бос уақытыңызда кітап оқымайсыз ба деп. Сонда Бернард Шоу айтыпты да, кітап оқу ол бос уақытта істейтін нәрсе емес, оған арнайы уақыт бөлемін деп айтыпты да. Қандай күшті айтылған, және де тағы біреулер бар, кітап оқу деген проблемада, яғни кітапты оқи береді, санын арттыру үшін мынанша кітап оқыдым деу үшін оқи береді, бірақ ешқандай іс-әрекетке бармайды, өмірі соншалықты жақсармайды да. Ондайды да білетін шығарсыздар, кітап оқығыш, бірақ өмірі жақсарып жатқан шамалы. Ал біреулер бар, мүлдем кітап оқымайды. Негізінде кез келген нәрсенің орта жолын ұстана білуіміз керек та. Біреулер бар, кітапты сан үшін оқи береді, біреу мүлдем оқымайды. Ал сізді орта жолды ұстануға шақырамын да. Бұл жерде Шонбай тағы бір маңызды нәрсені айтып өтеді. Оған бір таныс айтыпты да, ей Қуаныш, мен де сен оқып жатқан кітаптарды оқып жатырмын, бірақ менде неге нәтижем сенікіндей емес деп сұрақты да. Сонда Қуаныш ағамыз былай жауап беріпті. Мен өзіме не керек болып тұр дәл қазір? Мен өзіме дәл қазір не керек болып тұр, қандай проблема болып тұр, соған байланысты кітаптар оқимын депті да. Яғни қорытынды, кітап ол бос уақыт, қалдық уақытта оқылатын нәрсе емес, оған арнайы уақыт бөлуіміз керек екен. Және де не болса соны оқи беру үшін емес, өзімізде қазір тұрған мәселемізді шешу үшін арнайы кітаптарды алып, соны оқуымыз керек екен. Сонда ғана нәтижеміз жақсы болады. Осы кітаптан түйген соңғы нәрсе, бірақ маңыздылығы жағынан емес, ол қай сфераны таңдасаң да, сол сферадағы авторитеттерді білуің керексің дейді. Өзіңнен табысты адамдарды тауып, солардан ақыл көмек сұрай біл дейді. Бұл шынымен де өте маңызды, себебі адамдар тағы да мынау крайностьтан мынау крайностьқа кетіп қалып жатамыз да. Біреулер бар, барады да өзінен табысты таныстарына, туған туысына барып алады да, маған жұмыс бер, ақша бер, үй бер, көлік бер деп толықтай жармасы болады. Ал енді біреулер бар, мен ешкімге бармаймын, мен тек қана өзім дейтіндер бар екен да. Мен сол өзім дейтіндерге жатып келіппін. Соңғы жылдарымда сараласам, қанша менде мүмкіндіктер болған екен да. Әкем айтып жатыр, менің мынандай таныстарым бар, достарым бар, соны барып бір амандасып қайт. Болмаса мынандай оқымысты табысқа жеткен ағаларың бар, соның алдарына барып қайт десе, мен жоқ, мен өзім дейді екенмін деп келіппін да. Яғни қазір ойлаймын да, өткеніске өкінбеймін, бірақ егер де соларға барып ақыл кеңесін алғанымда қазір өмірім басқаша болатын бет деп те ойлап қоямын кейде. Сондықтан да қазір мен осы нәрсені қолдануды бастадым. Мысалға, авиациялық ағылшын тіл деген тест бар бізде. Сол бойынша мен өзімнен жоғары алған қаншама адамдардың алдынан өтіп, шайын әперіп, тамағын әперіп, солардың ақыл кеңестерін алып жүрдім да, өзім нәтижесінде олардан да асып түстім да, елде жоқ нәтижеге жетіп келдім. Қазір осы бойынша жұртты үйретіп жүрмін да қазір. Яғни ол сол кісілердің алдынан өткенімнің бір пайдасы, септігі. Сондықтан да қорытынды, өзім жетем, өзім білем, бәрін білем демей, болмаса екінші крайность біреуге толықтай жармасып алып, маған бер дей бермей, орта жолды ұстанып, мықты кісілерді біліп, танып, олардың ақыл кеңестерін алып, керек болса ақыл кеңестерін сатып алып, солай арқылы дамуымыз дұрысырақ екен. Білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар деп те айтылған емес па бізге. Сонымен достар, бұл кітаптан жасаған қорытындыларым осы болды. Сізге ең ұнағаны қайсысы? Каналға тіркеліп, видеоны таратып, лайк басып, коммент жазып отқаныңызға көп рахмет.